Мен баламын жылбасы, сасықтан ау сиярым, қампайып екі берің. Сен кімсің менің қасымда, бар ма тесік басында? Жұрттың көзіне бармақтай ұрланып барып байқатпай, қулығыңды асырма, сырыңды ішке жасырма. Шықса екі бүйірім, сүтті бұлақ сүйірмін. Мен баламын жылбасы. Қысы аңның барыспын, алысқа мен алыстым. Барыс жылы барлық бар, бадырақ көз қорқағым. Сен қай жақтан жабыстың? Қорқақ емес ноянмын, зияны жоқ қоянмын, қоян жылы қарқалың, асыра белдің бармаң, қалың шығар егіншіп, біліңдер жылбасы деп. Шәндіктердің ішінен, ұмаған өсімен, шылғалай құлумен, құйрығы ұзын шұбалған, сақ болыңда жыланмын. Ұлы шұбар жыланмын, жүрген жерде ылаңмын, жолымда ешкім тұрмасын, беріңдер маған жылбасын. Ер қанаты ат деген, біргемін адамзатпенен, мінсе көлік сүтімді, қымыз деген атпенен. Балайда адам дәріге, жетпесің маған бәріңде. Қойда қоңыр момын деп, мақтау көрген жолым деп, қой жолында құт болар, мешін жылы жұт болар, жылбасы маған құп болар. Мешін деген мешінмін, мінезімде кесірім, мойындамай ешкімнің сайқы мазақ шешімін. Бәрінен деп сық сергекпін, артықпын дер менен кім, мен боламын жылбасы. Қанатты да тауықпын, сеземін бәрін қауіптің, айқайлап таңда атырған, күн батса үйге шақырған. Жүрсек те мейлі қайда біз, адамға бар пайдамыз, бізге лайық жылбасы. Суықта да төзінен, түнде жортқан бөріден, малын қорғап келемін адамдардың тегінен. Ұрыс дейтін ит жылы, бас болайын тегімен. Ұмытпаңдар доңызды, демеңдер жылдан қолызы, келсем жетіп қорсылдам, кетесіңдер шошымақ. Менің де бар керегім, жылбасы маған керегім. Бағзы замандардан бері көшпелі халық табиғатпен етене өмір сүрді. Және оның заңдылықтарын білу мал шаруашылығымен бүтіндей байланысты көшпелі өмір салтын қалыптастырды. Көшпелілердің көптеген наным сенімдері мен салт дәстүрлері төрт түлік малға байланысты. Төрт түлік малдың киесі бар деп, оларды ұрып соғуға тыйым салынған. Жануарларды қастер тұтудың тамыры тереңге, бағзы кезеңдерге кетеді. Оған мысал, қойтас деп аталатын қабір ескерткіштері, археологиялық қазба кезінде табылып жатқан жылқы, қой, түйелердің саз мүсіндері. Көшпенділер тіршілік көзі жануарлардың қасиеттерін жақсы білген. Және бұл білім ұрпақтан ұрпаққа беріліп, көшпелі өмір салтының негізін қалыптастырды. Атадан балаға тамыры терең таным айнымай жетіп отырды. Наурыз айы көшпелілер үшін көп құбылмалы тосын оқиғаларға толы. Оған мысал, қазақтың наурыз айында жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілер кезі деген сөзі. Бұл қыс пен жаздың арасындағы өлара кезең. Өйткені бір жағынан қыс аяғы созылса, екінші жағынан күн ұзарып, түнді жеңе бастайды. Сондықтан наурызда құбылмалы шақтың қиындықтарынан сақтана білу шарт.
Оны және көшпенділер 5 саусағындай білген. Қалай болғанда да наурыз айы жыл басы, төл көбейеді, ақ молаяды. Қаһарлы қыстың тымау-сымау, ауру сырқау азаяды. Табиғаттың өзі түлеп, өмірдің жаңа, жарқын бір маусымы басталады. Сондықтан жыл басын көшпенділер жақсылықтың нышаны деп ақ тілеп айтып қарсы алады. Тіршіліктің тамырына қан жүгіреді. Қазақта бұрын тіршілік құбылыстарын болжаушыларды есепшілер деген. Оларды жай ғана бақсы балгерлермен шатастырмау керек. Есепші өзінің болжамдарын табиғатты тұрақты және мұқият бақылаудың нәтижесінде ғасырлар бойы қалыптасқан деректер мен нақты тексерістердің негізінде жасайды. Мәселен, олардың айтуынша, егер қой құмалағы қарға батпаса, арбамен 40 күнге жолға шығуға болады. Олай болмағанда күртік қарға тек қана шана керек. Малшылар бағымындағы жануарлардың ерекшеліктерін жақсы білген. Сондықтан да әрқайсысына тиісті күтім жасаған. Көшпенді малшылар өмірінде әсіресе қой түлігінің маңызы ерекше. Ол әрі киім, әрі азық. Сондықтан қой жылы далалықтар үшін молшылық жылы, жақсылық жылы, мамыражай жылы. Баяғыдан бері көшпелі халықтарда малдың көбеюімен байланысты сенім мен нанымдар кең тараған. Мәселен, көктемде кең көлемде іс-әрекет ретінде өтетін малды белгілеу әдеті. Ақ найзасы болмаса, ерді қайдан танырсың, ен таңбасы болмаса, малды қайдан танырсың дейді қазақтар. Бұл дәстүрдің тамыры көне замандарға кетеді. Қазақтарда малдың құлағындағы белгі еннің көптеген түрлері бар. Тіліген, көзен, қиығен, жүрекшеен және осылай кете береді. Кесілген құлақты қазақтар алдымен аққа малып, құмырсқаның илеуіне тастаған. Ондағы тілек малымыз құмырсқадай көп болсын дегенді білдіреді. Балалар құмырсқа илеуіндегі құлақтан кешке дейін тұқ қалмағанын көріп, оны аталарына қуана айтысып келсе, ақсақалдар, балалар, құлақтан дым қалмаса, демек біздің малымыз да солайша тез төлдейді деп шүкіршілік қылысқан. Қошқар таңдау деген бұл қойдың ұрығын тазалау. Мәселен, қойдың жүнін, төлін жақсы алу. Сол үшін жаздың жартысында қошқар таңдау болады. Қозылар өсіп жетілгеннен кейін. Қозылардың ең ірілерін таңдап алып, 100 қозыдан біреуін таңдап болады. Қозыларды алдынан өткізіп отырып, оның ішіндегі ірі қозыларды, тұмсығы дөң, денесі ірі, өзі ұзын, тұрқы ұзын қозыларды таңдап алу керек. Қойды күздігінде сағыстырамыз ғой, күзге, алғашқы күзде, күн жылы уағында. Сонда оған бірінші күйек алу болады. Күйек алғанда оған көп балалы әйелдерге күйек алдырады. Өйткені қойдың көп туында, егіз туына әсері бар оның. Ол қой шағыстыруда алдынан қойларды құрғақ шөпке жаю керек. Бетеге, жусан сияқты. Ол шөптерді жесе қойдың қанын қыздырады. Малды мезгілінде төлдетудің маңызы ерекше. Себебі уақытында төлдеген қозы аузы көкке тисе тез жетіледі. Малға мейірлі малшының ерте өріп, кеш жусаған ондай марқалары күз түсі ірі қойға жете қабыл болған. Таудан түсіп қоз бөлінген кейін, қойды мұна жайлауға айдап келеміз. Жайлауға айдап келіп, күйекке дайындаймыз. Күйек деген сөз бұл енді күйекке күйлі түсу керек мал.
Қой семіз болса, қоз 2 болады, 8 болады. Күндіз түні күйекке мал бағып жаямыз. Ол қора таза болу керек. Асты үсті малға қарасаң, мал төл береді. Бізде қораны мынау ашық қора, жабық қора 2 қора ұстаймыз. Негізінде мынау ақ қойды далаға ұстаған жақсы. Далада ашық қора таза болып сыпырылып тұрса, қар жауса да қой жаура алмайды. Далада жата береді. Асты таза болу керек. Әңгіме асты таза болса, қой жақсы болады. Қорада қи я қалын, я жұқа болмау керек. Ол енді қалын болса іш тастап кетуі мүмкін, болмаса басқа болуы мүмкін, таза болу керек. Ал енді қой туған уақытта желіндері тыртылдап тұрады. Олардың емшегін басқа қозылар емізіп, болмаса сауып тұру керек. Желімсі болмау үшін. Қой жақсы болады, желімсі болмайды. Қоз бөлінгенде де сол. Қойды, қоз енесінен ажыратқан уақытта 1 апта 10 күн қойды сауамыз. Қой суалғанша. Өйткені қой желімсі болмайды, емшегі таза болады. Келесі жылға емшегі таза болып келеді. Мал шаруашылығында осындай дәстүрлі тәртіптер сақталмайтын болса, қойдың тұқымы өсіп өнбейді, салмағы да көбеймейді. Қазір енді біздің елімізде, өзіміздің Қазақстанда қазір 4 бағытта қой шаруашылығы 4 бағытқа бейімделген, бағытталған. Ол бірінші биязы жүнді қой өсіру, екінші биязылау жүнді, үшінші етті майлы, соңғы 4-ші қаракөл қойы. Осы 4 бағытта өсіріледі. Енді бізде қой шаруашылығы негізі біздің қазақ халқына бұл бөтен тірлік емес, біздің ата кәсібіміз. Бұл өйткені қазақ осы малмен бірге өсіп, бірге еңбек жасап келе жатқан халық. Бұл қазақ халқы бұның мал шаруашылығы, оның ішінде қой шаруашылығын өте жақсы меңгерген біздің жағдайымыз бар. Оның тілін дегендей басқасында жақсы түсінеміз десек артық айтқандық болмайды. 1905 жылдары Ресейдің статис экономист бір ғалымы Щербина деген айтқан екен. Бұл қазақтар, бұл ботаник деген екен. Қазақтар себебі мал жаюдың барлық әдісін, айла тәсілдерін бәрін меңгерген деп. Бұл мал бағуда оңай нәрсе емес. Себебі бұны жақсы шаруа малшылар бұның уақытысына қарай өз көктемгі жайылым, жазғы жайылым, қыстық жайылым деп бөледі да, осыны әрқайсысын өз мезгілінде дұрыс пайдалана білген. Қазір мына қой енді жесеңіз ет, ішсеңіз сүт дегендей, әрі киім, міне одан 30 түрлі бұйым өндірілген. Мысалы ол жерге кілем кетеді, киіз кетеді дегендей. Мына юрта жасау, осының барлығы 30 түрлі бұйым өндірілген. Біздің қазақ атам бұрыннан бұл 4 түлік малдың әрқайсысына өзіне жеке-жеке мән беріп отырған ғой. Мысалы түйені жаны ойсыл қара деп, жылқыны қамбар ата, оның жылқының қасиетіне бәріне мойын сұнып, зеңгі бабы деп қара малды, міне шопан аты деп, осыған бұған да әрқайсысына жеке-жеке мән беріп отырған. Сондықтан мына біздің енді еліміздің биылғы 2003-2005 жылдар қатарынан 3 жыл ауыл жылы деп отыруы, бұл ауыл жылының именно атап айтқанда мына қой жылынан басталуы, бұл өте үлкен бір тірлік болып отыр. Қой жылы, қойдың өзі 4 түліктің ішінде өте жуасы, өзі момыны, жағы қазақта мақалы бар ғой, семіздікті қой көтереді деп жатады. Бұл жануар енді барлығына төзімді ғой. Барлығына төзімді. Сондықтан бұл табысты сала. Сондықтан мына 2003 жыл енді осы ауыл жылы қой жылынан басталып отыр. Осы қой жылы Құда қаласа елімізге береке, байлық алып келсін дейміз. Mal canamam da devlet. Алдына мереке Наурыз, қой жылымыз құтты болсын, береке бірлік әкеліп, әрбіріміздің отбасымызға жақсылық, құт береке болсын. Аллаху акбар.
босаға аттаған 2003 жыл қой жылы. Қой ырыс, жылқы жылыс, жылқы қойдан кейін ғана бітеді дейтін қазақ қой жылының ырысты берекелі боларына шын сенген. Қой иесі Шопан атаның әр шаңыраққа жақсылық пен ізгілік дарытуын тілеген. Биылғы қой жылы да елімізге бақ пен береке өсіп өркендеу әкелсін. Лайым солай болғай. Армысыздар, құрметті ағайын. Жақсы білген. Және бұл білім ұрпақтан ұрпаққа беріліп, көшпелі өмір салтының негізін қалыптастырды. Атадан балаға тамыры терең таным айнымай жетіп отырды. Наурыз айы көшпелілер үшін көп құбылмалы тосын оқиғаларға толы. Оған мысал, қазақтың наурыз айында жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілер кезі деген сөзі. Бұл қыс пен жаздың арасындағы өлара кезең. Өйткені бір жағынан қыс аяғы созылса, екінші жағынан күн ұзарып, түнді жеңе бастайды. Сондықтан наурызда құбылмалы шақтың қиындықтарынан сақтана білу шарт. Оны және көшпенділер бес саусағындай білген. Қалай болғанда да наурыз айы жыл басы, төл көбейеді, ақ молаяды. Қаһарлы қыстың тымау-сымау, ауру сырқау азаяды. Табиғаттың өзі түлеп, өмірдің жаңа, жарқын бір маусымы басталады. Сондықтан жыл басын көшпенділер жақсылықтың нышаны деп ақ тілеп айтып қарсы алады. Тіршіліктің тамырына қан жүгіреді. Қазақта бұрын тіршілік құбылыстарын болжаушыларды есепшілер деген. Оларды жай ғана бақсы балгерлермен шатастырмау керек. Есепші өзінің болжамдарын табиғатты тұрақты және мұқият бақылаудың нәтижесінде ғасырлар бойы қалыптасқан деректер мен нақты тексерістердің негізінде жасайды. Мәселен, олардың айтуынша, егер қой құмалағы қарға батпаса, арбамен 40 күнге жолға шығуға болады. Олай болмағанда күртік қарға тек қана шана керек. Малшылар бағымындағы жануарлардың ерекшеліктерін жақсы білген. Сондықтан да әрқайсысына тиісті күтім жасаған. Көшпенді малшылар өмірінде әсіресе қой түлігінің маңызы ерекше. Ол әрі киім, әрі азық. Сондықтан қой жылы далалықтар үшін молшылық жылы, жақсылық жылы, мамыражай жылы. Баяғыдан бері көшпелі халықтарда малдың көбеюімен байланысты сенім мен нанымдар кең тараған. Мәселен, көктемде кең көлемде іс-әрекет ретінде өтетін малды белгілеу әдеті. Ақ найзасы болмаса, ерді қайдан танырсың, ен таңбасы болмаса, малды қайдан танырсың дейді қазақтар. Бұл дәстүрдің тамыры көне замандарға кетеді. Қазақтарда малдың құлағындағы белгі еннің көптеген түрлері бар. Тіліген, көзен, қиығен, жүрекшеен және осылай кете береді.
Кесілген құлақты қазақтар алдымен аққа малып, құмырсқаның илеуіне тастаған. Ондағы тілек малымыз құмырсқадай көп болсын дегенді білдіреді. Балалар құмырсқа илеуіндегі құлақтан кешке дейін түк қалмағанын көріп, оны аталарына қуана айтысып келсе, ақсақалдар: балалар, құлақтан дым қалмаса, демек біздің малымыз да солайша тез төлдейді" деп шүкіршілік қылысқан. Қошқар таңлау деген бұл қойдың ұрығын тазалау. Мәселен, қойдың жүнін, төлін жақсы алу. Сол үшін жаздың жартысында қошқар таңлау болады. Қозылар өсіп жетілгеннен кейін. Қозылардың ең ірілерін таңдап алып, 100 қозыдан біреуін таңдап болады. Қозыларды алдынан өткізіп отырып, оның ішіндегі ірі қозыларды, тұмсығы дөң, денесі ірі, өзі ұзын, тұрқы ұзын қозыларды таңдап алу керек. Қойды күздігіні сағыстырамыз ғой, күзге, алғашқы күзде, күн жылы уағында. Сонда оған бірінші күйек алу болады. Күйек алғанда оған көп балалы әйелдерге күйек алдырады. Өйткені қойдың көп туында, егіз туына әсері бар оның. Ол қой шағыстыруда алдынан қойларды құрғақ шөпке жаю керек. Бетеге, жусан сияқты. Ол шөптерді жесе қойдың қанын қыздырады. Малды мезгілінде төлдетудің маңызы ерекше. Себебі уақытында төлдеген қозы аузы көкке тисе тез жетіледі. Малға мейірлі малшының ерте өріп, кеш жусаған ондай марқалары күз түсі ірі қойға жете қабыл болған. Таудан түсіп қоз бөлінгеннен кейін қойды мына жайлауға айдап келеміз. Жайлауға айдап келіп, күйекке дайындаймыз. Күйек деген сөз бұл енді күйекке күйлі түсу керек мал. Қой семіз болса, қоз егіз болады, сегіз болады. Күндіз түні күйекке мал бағып жаямыз. Ол қора таза болу керек, асты үсті. Малға қарасаң, мал төл береді. Бізде қораны мына ашық қора, жабық қора, екі қора ұстаймыз. Негізінде мынау ақ қойды далаға ұстаған жақсы. Далада ашық қора таза болып сыпырылып тұрса, қар жауса да қой жаура алмайды. Далада жата береді. Асты таза болу керек. Әңгіме асты таза болса, қой жақсы болады. Қорада қи я қалын, я жұқа болмау керек. Ол енді қалын болса іш тастап кетуі мүмкін, болмаса басқа болуы мүмкін, таза болу керек. Ал енді қой туған оқта желіндері тыртылдап тұрады. Олардың емшегін басқа қозылар кеміз, болмаса сауып тұру керек. Желімсі болмау үшін. Қой жақсы болады, желімсі болмайды. Қоз бөлінгенде де сол. Қойды, қоз енесінен ажыратқан оқта 1 апта 10 күн қойды сауамыз. Қой суалғанша. Өйткені қой желімсі болмайды, емшегі таза болады. Келесі жылға емшегі таза болып келеді. Мал шаруашылығында осындай дәстүрлі тәртіптер сақталмайтын болса, қойдың тұқымы өсіп өнбейді, салмағы да көбеймейді. Қазір енді біздің елімізде, өзіміздің Қазақстанда қазір 4 бағытта қой шаруашылығы 4 бағытқа бейімделген, бағытталған. Ол бірінші бияз жүнді қой өсіру, екінші биязлау жүнді, үшінші етті майлы, соңғы мынау 4-ші қаракөл қойы. Осы 4 бағытта өсіріледі. Енді бізде мына қой шаруашылығы негізі біздің қазақ халқына бұл бөтен тірлік емес, біздің ата кәсібіміз. Бұл өйткені қазақ осы малмен бірге өсіп, бірге еңбек жасап келе жатқан халық. Бұл қазақ халқы бұның мал шаруашылығы, оның ішінде қой шаруашылығын өте жақсы меңгерген біздің жағдайымыз бар. Оның тілін дегендей басқасында жақсы түсінеміз десек артық айтқандық болмайды. 1905 жылдары мынау Ресейдің статис экономист бір ғалымы Щербина деген айтқан екен. Бұл қазақтар
бұл ботаник деген екен. Қазақтар себебі мал жаюдың барлық әдісін, айла тәсілдерін бәрін меңгерген деп. Бұл мал бағуда оңай нәрсе емес. Себебі бұны жақсы шаруа малшылар бұның уақытысына қарай өз көктемгі жайылым, жазғы жайылым, қыстық жайылым деп бөледі да, осыны әрқайсысын өз мезгілінде дұрыс пайдалана білген. Қазір мына қой енді жесеңіз ет, ішсеңіз сүт дегендей, әрі киім, міне одан 30 түрлі бұйым өндірілген. Мысалы ол жерге кілем кетеді, киіз кетеді дегендей. Мына юрта жасау, осының барлығы 30 түрлі бұйым өндірілген. Біздің қазақ атам бұрыннан бұл 4 түлік малдың әрқайсысына өзіне жеке-жеке мән беріп отырған ғой. Мысалы, түйені жана ойсыл қара деп, жылқыны қамбар ата, оның жылқының қасиетіне бәріне мойын сұнып, зеңгі бабы деп қара малды, міне шопан аты деп, осыған бұған да әрқайсысына жеке-жеке мән беріп отырған. Сондықтан мына біздің енді еліміздің биылғы 2003-2005 жылдар қатарынан 3 жыл ауыл жылы деп отыруы, бұл ауыл жылының именно атап айтқанда мына қой жылынан басталуы, бұл өте үлкен бір тірлік болып отыр. Қой жылы, қойдың өзі 4 түліктің ішінде өте жуасы, өзі момыны, жағы қазақта мақал бар ғой, семіздікті қой көтереді деп жатады. Бұл жануар енді барлығына төзімді ғой. Барлығына төзімді. Сондықтан бұл табысты сала. Сондықтан мына 2003 жыл енді осы ауыл жылы қой жылынан басталып отыр. Осы қой жылы Құда қаласа елімізге береке, байлық алып келсін дейміз. Мал жанаман ба деп Ал мына мереке Наурыз, мына қой жылымыз құтты болсын. Береке бірлік әкеліп, әрбіріміздің отбасымызға жақсылық, құт береке болсын. Аллаху акбар. Босаға аттаған 2003 жыл қой жылы. Қой арыс, жылқы жылыс, жылқы қойдан кейін ғана бітеді дейтін қазақ қой жылының арысты берекелі боларына шын сенген. Қой иесі Шопан атаның әр шаңыраққа жақсылық пен ізгілік дарытуын тілеген. Биылғы қой жылы да елімізге бақ пен береке өсіп өркендеу әкелсін. Алайым солай болғай.